Mына палаудың соңы қызық болып кетті ғой. Не істеп жатсыз? Айтып жіберіңізші мына. Ол да секрет па? Секрет қой, айтпаймыз, а? Ол сенде палау демге қойып тұрмыз. Алматасына үйреніп одан кейін. Мен бәрі палау пісірмеймін. Палау пісіргендердің жанында жүремін мен. Қызық болып тұрыпты да. Айтып жібер енді. Болмады бұл енді. Ал енді ішінде менің подписчиктерім көріп отқандар ал, білетіндерің ал. Енді бұның палау қалай енді айтыңдар енді. Қалай пісіріп атты білетіндерің айтып жіберіңдер ал. Етін қалдырып та күрішін қаққып, күрішін салып алып жатыр. Мен жоқ кезінде десе үйреніп аласың дейді. Короче, бұл повардың қасына бір 3-4 бала керек па дедім, басқаша екен, біз Мақсат ағадан вообще басқа екен. Ал тіркеліп кетейік. Лайк басайық, тіркеліп кетейік. Талай бір қызықтар түсіреміз, талай поварлар түсіреміз. Әрқайсысы әр түрлі болады. Бір-біріне ұқсамайды ал. Бұл поварымыз айтпайды екен, ештеңе айтпайды екен. Брат, ештеңе айтпайды екенсің. Секрет дей береді, бар білгенін білмеймін. Сарыағаш приказ береді, сарыағаш құяды екен. Ана-мына су құймайды екен. Баяққа салды, қайтадан қазанға салды. До конца түсірейік, до конца. Ал енді білетіндерің ал, басыңдар. Білгендерің жазыңдар ал. Іш пісіп, маған ұқсап жұмыс жоқтар, үйде отырып іш пісқандар, жіберіңдер аттың басын. Қалғанын ішесің, зая болмайды, короче. Ортасын неге қойдың, мен соны түсінбедім. Біріншісінде қойдың, екіншісінде қойып қойдың ортаны. Айтыңызшы. Бұл вариант, бұл. Біз жақта қара салафан пакет жауады, сіздер жақта матамен жауады деген. Оның секреті неді? Түсіндіріп айтсаңызшы, бәрін. Білгеніңіз айтыңызшы. Салафан үйі оған. Салафан. Көрдіңге ештеңе айтпайды. Қиын болып тұр. Неше минут тұрады енді? Күріш салдың да мұнан қайтадан салдыңыз. Қанша уақыт тұру керек? Соны айтыңызшы жарайды. 2 сағат, 3 сағат. Сіздікі что-то долго піседі екен. Біздікіне Алматыда салдың ар жағында жарты сағат 40 минут уже дайын болады. Ортасын ойып қойды ғой, соған табақ тұру керек екен. Түсінгенім сол болды.